пайдалы эфир болады. Мына эфирді жақындарыңызға, достарыңызға, фэншуйға қызығатын достар оқисыздар. Қанша жылдан бері мені оқисыздар? Вот немесе кеше қосылғандар бар шығар. Жаңа қалай осы ілімді сіз айтып жатырсыз деп ше, мысалы, қыздар, бұл ешқандай сіздердің жаңағы ойларыңыз сол баяғы Правдинаның кезіндегі бақашаян, денежное деревоны қойсам байып кетем, бақашаян қойсам байып кетем деген деңгейде қалып қалғанда, на самом деле фэншуй деген ол емес. Нағыз фэншуй, классикалық фэншуй ол адамның өмір сүру салтына, дініне, дәстүріне ешқандай кедергі келтірмейді. Сондықтан да осы ілімдер өте керемет жұмыс жасайды. Сіздің ешқандай көзқарасыңызға, өмір сүру салтыңызға, принципіңізға кедергі емес, сондықтан да ол нағыз фэншуй кроватьті жақсы жерге қою, жаңағы плитаны жақсы орынға қою, столды жақсы орынға қоюмен шектеледі, есікті дұрыс бағытта ашумен шектеледі, энергияны дұрыс пайдаланумен шектеледі. Сондықтан қыздар, бұл жаңағы өте керемет ілім, өте керемет білім, қыздар. Біле білген, түсіне білген адамдар қаншама жетістікке жетіп, өмірін жақсы арнаға бұрып жатыр. Енді помадаңызды айтыңызшы дейді. Мен бір күні өзім асықпай айтам, помада, уход деген нәрселерді, Бүгін мен сіздерге тек пайдалы нәрсе, пайдалы информация беруге кіріп отырмын. Фэншуй жалпы Қытай тілінен аударғанда жел мен су деген мағынаны береді. Бүгін мен сіздерге фэншуйдің фундаментін айтам, классикалық фэншуйдің фундаментін айтам. Жұрттар инстаграмда жаңағы осы информацияны ақылы түрде айтып жатса, мен бүгін сіздерге тегін, пайдалы қаншама информация берем, және ертең жасалатын керемет екі активация берем, Сондықтан сіздерге эфирдан шығып кетпеңіздер, менімен бірге болыңыздар. Нумерология мен фэншуй байланысты ма? Жоқ, ешқандай байланысты емес. Нумерология ол сандар туралы ілім. Осы мен ғана шығарым, Қазақстанда нумерология оқымаған. Мен нумеролог емеспін, мен фэншуй маманымын. Уже жақын арада прогноздар айтылып басталады, телевидение, телевизорға жыл сайын шығып жүрмін, қаншама бұқаралық ақпарат құралдарына шығып жатырмын, подкасттарға. Өткенде, кстати, менің пайдалы подкастымды кім көрді? Жазыңыздаршы, кім менің өткендегі подкастымды көрді? Аяна Габдулинаға берген ютубқа шыққан подкастымды кім көрді, қыздар? 2019-дан бері танимын, білімдеріңіз үшін рахмет дейді. Ой, рахмет жан, міне 2019-дан бері, мен 2018-ден бері жүрмін нарықта. Міне уже келесі жылы февраль айында менде 8 жыл болады нарықта жүргеніме. Кім көрді пайдалы подкасты, кім көрді? Жазыңыздаршы, пайдалы болды ма? Қаншама нәрсе айтылды ол подкастта, қыздар. Ой, молодцы. Осындай адамдарды жақсы көрем. Бірден мынаны көр десем, соны көретін. Супер подкаст болды. Айтыңыздаршы, күшті императорскийдан күшті информация айттым. Күшті нәрселер айттым. Мен көрдім дейді, классно. Кім көрді сол пайдалы подкасты? Аяна Габдулинаға берген подкастымды кім көрді? Императорский туралы айттым, фэншуй туралы айттым, классикалық фэншуй туралы айттым, популярны фэншуй туралы айттым, Мен өткенде неге салдым ғой ссылкасын сториске. Соны кім көрді? Соны қиып неге салуым керек, скоро пост қып салам барлығы. Мықты подкаст болды, кәдімгідей ашылып. Сол подкаст болғаннан кейін Аяна айтады да маған, журналист. Уақыт жетпей қалды, деп. Шынымен де, менің бір аузым ашылса, мен сағаттап, жаңағы тәуліктеп сөйлеуге дайынмын негізі ше. Офлайн сабақта жүргенде біледі ғой, қыздар, 8 сағат аяғымнан тік тұрып, каблукпен тік тұрып, 8 сағат қатарынан сөйлеймін. Сондықтан да аузым жалымайды. 5 күн сабақ өткеннен кейін мен сөйлей алмай қалам, понимаете? 5 күн, мен негіз офлайн сабақ 5 күн өтемін ғой. 5 күн өтемін, күнде 8 сағаттан сөйлеймін. Уже 5 күн сабақ біткеннен кейін мен сөйлей алмай қалам. Такой степень тамағым, тілімнің бұлшық еттерін сезінетіндей деңгейге жетем ше. Көрмедім дейді. Енді көрмеген қыздар, сіздер көп нәрседен құрғалдыңыздар. Өткенде мен өте күшті, керемет подкасттың қонағы болдым, және ол пайдалы подкастты мен салып қойдым, ютубқа шыққан екен. Рахмет, қыздар. Қыздар, енді қараңыздар, ертең өте мықты дата.
мықты дата. Ертең бізде получается 27 ноябрь. Егер үй сата алмай жүрсеңіз, бір затыңызды сата алмай жүрсеңіз, машина, үй, қандай да бір нәрсе сата алмай жүрсеңіз, қыздар, ертең 3 пен 5-тің арасында северо-запад 2-3 бағытына свеча жағыңыздар. Северо-запад 2-3 бағытына свеча жағыңыздар ертең. Жарайды ма? Сонда сіздердің сатылмай жүрген затыңыз сатылады, өтпей жүрген затыңыз өтеді. Ертең 27 ноябрь сағат 3 пен 5-тің арасында үйіңіздің ішінен северо-запад 2-3 бағытын тауып алып, свеча жағасыздар 2 сағат. Сосын сол жерде отырып объявление бересіз. Мен машинамды сатамын деп объявление бересіз. Мен үйімді сатамын деп объявление бересіз. Мен көйлегімді сатамын, мен столымды, мебелімді сатамын деп объявление бересіз. Жұмыста болсаңыз, жұмыста жасайсыз. Күндізгі 3 пен 5-тің арасында северо-запад 2-3 бағытын тауып, сол жерде отырып 2 сағат свеча жағасыздар, қыздар. Сөйтіп, 2 сағат свеча жағып, продажаға мықты активация жасайсыздар. Одан кейін ертең бізде 9 периодқа қосылатын 2026 жылды, чтобы удачно, успешно, благополучно қарсы алу үшін, 2026-ны жақсы өткізу үшін ертең жасалатын 9-шы периодтың мықты активациясы бар, қыздар. Мен айтып жатқан активациялардың барлығы платный активациялар. Сіздерге бүгін эфирға тегін беріп отырмын. Ертең үйіңіздің ішінен, лошадьтың уақытында, бізде получается дракон, змея, лошадь, примерно лошадьтың уақытында ертең әр қала өзінің жергілікті лошадь жануарының сағатында үйдің ішінен юг, восток и северо-западты табамыз. Үйдің ішінен үлкен тайчи бойынша, мен сіздер суретін көрсетейінші, бүйтіп міне табасыздар. Міне көрдіңіздер ма? Үйдің ішінен осыны табасыздар. Получается міне югты, востокты и северо-западты табасыздар. Үйіңізді осындай үлкен тайчимен бөлесіздер. Ертең 27 ноябрь лошадьтың уақытында. Қыздар, эфир сақталмайды, эфирді таратамыз максимально, эфирдан шықпаймыз. Мен 5 күн бойы эфир өткізем, чтобы 2026 жылды жақсы өткізсінші, сіздер жақсы қарсы алсыншы, 2026 сіздер үшін табысты жыл болсын деген мақсатта ертең бүгіннен бастап мен 5 күн бойы сіздерге прямой эфир өткізем. Прямой эфирда күнде бірінен соң бірі қайталанбайтын информациялар айтылады. Эфир сақталмайды. Күнде осы уақытта кіріңіздер эфирға. Ертең жұмыста болсаңыз, енді жұмыста болсаңыз жасай алмайсыз. Үйде болсаңыздар, қыздар, үйіңіздегі адам жасасын. Үйде кім бар? Мына бағытта, мысалы былай ғой, бұл 2026-ға кіретін мықты активация. Қыздар, 2026 жылға благополучно кіріп кетуге көмектесетін, успешно, удачно, благополучно өткізетін мықты активация. Лошадьтың уақыты ертең, именно лошадьтың уақытында армандар орындалатын уақыт. Сондықтан да ертең лошадьтың уақытын әр қала өзінің жергілікті жаңағы нен уақытын табады. Допустим, там 7 мен 9-дің арасы бізде змеян уақыты примерно бір қалаларда 11:30, бір қалаларда 12:00, әр адамның уақыты әртүрлі. Сондықтан да сағат 11 мен 1-дің арасында үйіңіздің ішінен осы 3 бағытты табасыз: югты, востокты және северо-западты. Енді қараңыздар, осы 3 бағыттың біреуіне сіздің сыртқы есігіңіз түссе, лошадьтың уақытында есікті ашасыз. Егер осы 3 бағыттың біреуіне терезеңіздің бағыты түссе, терезеңізді ашасыз. Потому что терезені кіреберіс есікті ашсаңыздар, бұл мықты активация болады, ешқандай активатор керек емес. Ал егер осы юг, восток, северо-западтың біреуі глухая, просто стенаға түссе, ол жерге
вентилятор қоямыз, либо фонтан қоямыз, иә? Сондықтан қараңыздар қыздар, енді юг, восток, северо-западтың барлығы стена болуы мүмкін емес. Иә, біреусі обязательно терезеге түседі, біреусі кіреберіс есікке түседі, және біреусі стенаға түседі. Кіреберіс есіктің бағытына түссе, есікті ашасыз, терезенің бағытына түссе, терезеңізді ашасыз, ал егер стенаның бағытына түссе, онда сіздер вентилятор немесе фонтан қоясыздар. Сөйтіп, сіздер осы активацияны жасайсыздар. Бұл өте мықты активация. Қыздар, үйіңізде біреу болса, үйіңіздегі адамға айтыңыз. Осы кім? Балаңыз болатын шығар, күйеуіңіз болатын шығар. Осы уақытта жасасақ, біз келесі жыл байып кетеміз. Түсінікті ғой? Ертең лошадьтың уақыты, сол жерде отырып сата алмайсыз, ақпарат бересіз, объявление бересіз, продажа жасайсыз, яғни жүрген нәрсеңізді сатуға болады. Түсінікті ғой? 3 пен 5-тің арасында отырып сторис салсаңыздар болады, 3 пен 5-тің арасы северо-запад бағытында отырып свеча жақып қоясыздар да, міндетті түрде компас керек қой ол үшін. Енді компаспен өлшейсіздер ғой қыздар. Юг, востокты қалай табамын. Хотя бы телефонның компасымен табыңыздар, бірақ мен телефонның компасын не советую, потому что менде сабақта жүрген қыздар компасты қалай пайдалану керектігін біледі. Обычный компас бар менде. Ана жерде компасын да берші, пожалуйста. Обычный компас бар қыздар, мынандай компас албаңыздаршы. Мен всегда айтам, менде сабақта, активацияда жүрген қыздар, менде сабаққа келетін қыздар, мен всегда мынандай компасты айтам. Так, давайте я міне қыздар, мынандай компас бар, 2000 теңге тұрады, 2000 ба, 3000 ба тұрады, Каспийде. Мына компас бағыттарды өте керемет табады. Міне, осындай компас алыңыздар. Осындай компас, мықты компас, жақсы табады бағыттарды. Мен сабақтарымда осы компасты қолданам. Негізі вообще қыздар, iPhone, телефоны, компастары дұрыс көрсетпейді. Мына компаспен өлшеу керек қыздар. Мына компас өте күшті. Түнде емес, күнді жасалады. Свечаны үлкен тайчимен қоясыз. Үлкен тайчида егер туалетке, ваннаға түсіп жатса, малый тайчи, большой тайчи деп сұрақ қойып отқан қыздар. Сұрақты қалай күшті қояды. Мынандай компас алыңыздар қыздар. Менде сабақ оқып жүрген қыздарға мен осы сабақ оқып жүрген қыздарға осы компаспен жасайды. Восток жоқ болса, қай бағытқа қоямыз, Мөлдірхан? Восток жоқ болса, востоктағы қарап тұрған стенаға, сол жерге вентилятор немесе фонтан қоясыз. Тайчи деген үйді бөлу ғой, үлкен тайчи дегеніміз 9 квадратқа бөлу үйдің планын, ал малый тайчи дегеніміз бір бөлмені 9 бөлікке бөлу. Юг, север, запад, востокқа. Любая свеча, күндізгі 3 пен 5-тің арасы ертең. Каспийде фэншуй, Каспийде компас деп іздейсіздер. Осындай компас, міне. Коробкасы міне. Міне. Осындай. 2000 теңге ма, 3000 теңге ма тұрады, қымбат тұрмайды. Мына компас бағыттарды күшті көрсетеді. Активацияны да осымен жасайсыздар, қыздар. Эфирден шығып кетпесеңіздер, сол үшін эфир сақталмайды, девочки мои. Мен бүгін өте полезный нәрсе айтып отырмын. 2 активация етсің. Осы отырған жерінде 2 активация етсің. 2 күшті активация қыздар. Лошадь уақыты емес. 2-ші активация. Ноябрь сағат 3 пен 5-тің арасында северо-запад 2-3 бағытында срочная продажа жасағыңыз келсе, үй сата алмай жатсаңыз, машина заттарын сата алмай жатсаңыз, киім, жер, участок, не сата алмай жатырсыз, бір затыңызды, дүние мүлкіңізді сата алмай жатсаңыз, онда ертең свеча жағасыз северо-запад бағытында сағат 3 пен 5-тің арасында. Сөйтіп отырасыз, сол жерде жұмыс жасайсыз, чтобы продажа жақсы болсын десеңіз, жұмыс жасайсыз. Түсінікті ғой, қыздар? Міне, мына нәрсемен, мынандай компас алыңыздар, осындай компас сіздерге өте жақсы жұмыс жасайтын болады. Түсінікті ғой? Міне, компастың суретін көрсеттім. Компаспен өлшеу керек. Компасты
яғни мұны активацияны жасағыңыз келсе үйдің центрінен осы компаспен өлшем алу керек. Немесе сабақта жүрген қыздар болсаңыздар, менде сабақ үйдің ішінен өлшем алу арқылы сіздер үйдің бағыттарын дұрыс тапсаңыздар болады осылай. Немесе сарыңыздың өлшемін табу арқылы жақсы жасағыңыз келетін шығар, табысқа жеткіңіз келетін шығар. Сол жерде мүмкін жұмыс іздеп жүрген шығарсыз, иә? Жұмысқа объявление беріңіз. Жарасады. Ой, рахмет жандарым. Рахмет жандарым. Есамын. Қызыл түсу. Рахмет. Енді барлық адамға енді бірақ мысалы біреудің байлық түсі басқа, біреудің сол 5 стихияның ішінде мен водоянмын. Менің байлық түсім осы қызыл түс. Цвет богатства, я? Лошадь, змея, коза, огонь, допустим, да, мен үшін байлық элементтері. Сондықтан да келе жатқан жыл мен үшін денежный жыл, потому что менің полезный божеством келе жатқан жыл. Поэтому мен келесі жыл өте көп жұмыс жасаймын, өте көп активный болам и, соответственно, денежный удачаны көбірек привлекать етем. Сондықтан да әр адам өзінің удачасын, полезный божествосын, байлық түсін, дұрыс энергияларын біліп жүрсе, я, бадзы бойынша, өте керемет. Бұл деген сізді қаншама жаңағы өміріңізді жеңілдететін ілім, шыны керек. Ой, рахмет жандарым, түкіріп қойыңыздаршы қыздар, түкіріп қойыңыздар. Ой, рахмет жандарым, сол. Мен сіздерге бүгін өте пайдалы информация беруге кірдім. Қыздар, техникаларды айтып жатырмын. Техникаларды дұрыс жасағыларыңыз келсе, техникаларды білгілеріңіз келсе, техникаларды үйренгілеріңіз келсе, конечно, қыздар. VIP актив номерім бар, сата аласыз, ертең осы техниканы жасаңыздар. Конечно, фэншуй это намного глубокий ілім, намного глубже, намного больше, чем вы думаете, потому что мен бұрын ойлайтын, фэншуй деген юг, север, запад, восток болды, үйдің 9 бағыты, ол жерге жаңағы денежный жаба қойсам, үйдің ішін жаңағы дұрыстасам, ана жерге бір активация қойсам, ана жерге денежный жаба, ана жерге жаңағы денежный дерево қойсам, есіктің алдына қызыл коврик төсесем, мен бай болып кетем деп ойлайтын бұрын. Фэншуй деген 9 сектормен бітеді деп ойлайтын. А на самом деле фэншуй ол 9 сектормен ғана шектелмейді. Фэншуй деген сол намного глубокий ілім. Бұл ежелгі Қытайда пайда болған дұрыс өмір сүру салты. Табиғаттағы энергияны үйге дұрыс көрсету. Біздің үйіміздің айналасындағы дүниелер бізге көп нәрсе айтады, қыздар. Сондықтан мен міне 8 жыл болды ғой, 8 жыл болады февральда, мен осы
фэншуйды терең зерттеп жүргеніме. Соңғы 3 жылда ғана мен адамдарға білім берумен айналысып жүрмін. Фэншуйды үйретем, бадзыны үйретем, және өте тиімді, қолжетімді бағада үйретем. Адамдарға жақсы өмір сүруді үйретем. Үйдің ішіне байлық энергиясын кіргізуді, проблемасын шешуді, қарыздан құтылуды үйретем, қыздар. Сондықтан да міне мен осы 5 күн бойы эфир жасап отырмын. 2026 жылға өте керемет 5 күн эфир жасап отырмын. Осы 5 күн эфирда мен сіздерге 5 түрлі пайдалы ақпарат, 5 түрлі пайдалы техника бергім келеді, иә. Эфир сақталмайды, сондықтан эфирді до конца көріңіздер. Эфирда барынша пайдалы нәрселер айтам. Одан кейін сіздерге келесі айтқым келетін нәрсе, қыздар, 2026-ға дайындау үшін мен осы